Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге 2021 жылғы Шан-Чи және 10 сақина аңызы фильмінің сюжетін талдаймыз. 1000 жыл бұрын Вен Ву есімді жауынгер 10 сақина тауып алады. Бұл өз иесіне орасан зор күшпен тіпті мәңгілік өмір сыйлайтын сиқырлы қару еді. Вен Ву бұл сақиналарды жақсы істерге жұмсай алар еді, бірақ ол тек бір ғана нәрсені шексіз билікті қалады. Мұндай қарумен ол мүлдем жеңілмейтін болды, және жалғыз өзі тұтас армиялармен соғысты. Ол 10 сақина деп аталатын өз әскерін құрды. Бұл жауынгерлер түрлі патшалықтарды жаулап, билеушілерді тақтан тайдырып, тарих барысын бірнеше рет өзгертті. Көптеген ғасырлар өтті. Вен Ву керемет құдіретті болды, бірақ бәрібір одан да көпті қалады. Ол көптеген мифтік жануарлар өмір сүретін құпия Талло ауылы туралы аңызды біліп, оны іздеуге аттанады. Алайда ол жерге жету өте қиын, өйткені тіпті орманның өзі шақырылмаған қонақтарға шабуыл жасауы мүмкін. Сақиналардың күшіне ие ер адам бәрібір ауылға кіретін жолды табады, бірақ ол жерде оны ауылдың сақшысы бетперде киген жұмбақ әйел күтіп алады. Ол оны ішке кіргізбейді, ал ер адам оған шабуыл жасайды. Ол бұл әйелді оңай жеңемін деп ойлаған еді, бірақ оның алдында мықты қарсылас тұрды. Ин Ли көбелектей қалықтап, құпия әдісті қолданады және тіпті 10 сақинаның күші де оған төтеп бере алмайды. Әйел Вен Вудың барлық шабуылдарына оңай тойтарыс береді. Ол әйелдің талантына тамсанады. Олардың жекпе-жегі әр секунд сайын биге көбірек ұқсай бастайды. Ақырында Ин Ли еш қиындықсыз өз қарсыласын үлкен шалшыққа лақтырып жібереді. Бірақ ол ашуланбайды, керісінше оған ғашық көзбен қарайды. Ин Ли де оған солай жауап қатады. Бұл жұптың Шан-Чи есімді ұлы және Сялин есімді қызы дүниеге келеді. Отбасы үшін Вен Ву 10 сақинасын шешіп, өз үйімін тастап кетеді. Балалар сәл өскен соң, олар анасынан әкесін жекпе-жекте қалай жеңгенін сұрайды. Сонда Ин Ли оның тегіндегі барлық адамдар ұлы қорғаушының сиқырына ие екенін, өйткені олардың кеудесінде айдаһардың жүрегі соғатынын айтып береді. Әйел ұлының мойнына жасыл алқа тағып, оны көздің қарашығындай сақтауды сұрайды. Өйткені егер Шан-Чи дұрыс жолдан адасып кетсе, бұл алқа оған көмектесе алады. Біз қайтадан уақыт желісімен алға ауысамыз. Шан-Чи ендігі ересек жігіт, ол қарапайым американдық пәтерде тұрады. Ол еденнен тартылып жаттығу жасайды. Іскерлік костюмін киіп, өзінің ең жақын құрбысы Кетимен бірге жұмысқа барады. Олар көлік тұрағының қызметкері болып жұмыс істейді. Кезекті жұмыс күні басталады. Шон мен Кети автобуспен кетіп бара жатады. Кенет жігіттің қасына әлдебір ер адамдар келіп, анасы сыйлаған тұмарды беруін талап етеді. Төбелес басталып кетеді, және біз Шонның нағыз жауынгерлік өнер шебері екенін түсінеміз. Ол өз жауларын автобус ішінде оп-оңай лақтырып тастайды. Тек басты қарсыласы қолының орнында жүзі бар алып ер адам ғана қалады. Өте ауыр шайқас басталады. Бір сәтте Шонға тіпті ноутбукпен қорғанып, шатырға секіріп шығуға тура келеді. Автобус жүргізушісі есінен танып қалады, ал біздің кейіпкер жолаушыларды құтқару үшін оның орнына отырады. Содан кейін оны Кети алмастырады да, Шон өзінің аса күшті қарсыласымен шайқасын жалғастырады. Автобустың артқы жартысы жұлынып түсейін деп тұрады. Сол кезде жігіт қулық ойлап табады. Ол жауларын сол жаққа алдап апарады да Кетиден көлікті кілт бұруын сұрайды. Автобус оңға қарай кілт бұрылғанда, ол екіге бөлініп кетеді де, жолындағы көптеген көліктерді соғып өтеді. Тек ғажаптың күшімен ғана аударылып кетпей, аман қалады. Қарсыластар артта қалады, бірақ бұл толықтай жеңіс емес еді. Шон өзінің жасыл алқасының жоғалып кеткенін байқайды. Жаулардың бірі оны ұрлап үлгерген екен. Кети одан мән-жайды түсіндіруді талап етеді. Ол өзінің момақан, жолы болмайтын досының қалайша ұлы жауынгерлік өнер шебері болып шыққанын түсіне алмайды. Шонға бәрін айтып беруге тура келеді. Біз жігітке шабуыл жасағандардың Шонның өз әкесі жіберген 10 сақина тобының мүшелері екенін білеміз. Біз өткен шаққа оралып, кішкентай Шан-Чидің жауынгерлік өнерді қалай меңгеріп жатқанын көреміз. Бала үздіктердің үздігі болу үшін таңнан қара кешке дейін жаттықты. Ол 14 жасында жалғыз өзі 10 қарсыласты жеңіп шығатын. Әкесі ұлын алғашқы тапсырмаға темір топтың басшысының көзін жоюға жібереді. Тапсырманы орындағаннан кейін Шан-Чи әкесіне оралмауды ұйғарып, Сан-Францискоға қашып кетеді. Сол жерде ол өзіне Шон деген есім алады. Қазіргі уақытқа оралсақ, қарындасы Сялинге де үлкен қауіп төніп тұрғанын түсінген Шон оны табу үшін Макаоға ұшады. Оның адал құрбысы Кети де онымен бірге аттанады. Сөйтсе, Сялин алтын қанжарлар деп аталатын астыртын жекпе-жек клубын басқарады екен. Ол жерден қарындасын табу үшін Шонға рингке шығып, ең мықты қарсыластардың бірімен шайқасуға тура келеді. Ал ол қарсыласы Макаолық қаншер деп аталатын оның өз қарындасы еді. Олардың арасында қызу шайқас басталады. Сялин ағасын көргеніне онша қуанышты емес сияқты.
Ол бар күшімен төбелеседі. Шон оның соққыларына әрең төтеп береді. Ағасының оны тастап кеткенін есіне алған қыз өте күшті соққымен Шонды нокаутқа түсіреді. Ағасын аяған ол бәрібір онымен сөйлесуге келіседі. Шон қарындасына қауіп туралы ескертеді. Дәл осы сәтте жекпе-жек клубына Он Сақина ұйымының қарақшылары шабуыл жасайды. Қуғыншылардан құтылу үшін кейіпкерлерге өте үлкен биіктіктегі өрт сөндіру сатысымен өрмелеуге тура келеді. Бірақ олар қуып жетіп, шайқас басталады. Кейти төменге құлап кетеді. Сялин оны ұстап үлгермейді. Ағасы мен қарындасы қалың топқа қарсы шайқасады. Бірақ жаулардың қарасы минут сайын көбейе түседі. Бетперде киген зұлымдардың бірі Сялиннің алқасын тартып алады. Шон оны жеңуге тырысады, бірақ қарсылас өте күшті. Осы сәтте Венвудың өзі пайда болып, ұлын, қызын, және тіпті Кейтиді де өзімен бірге алып кетеді. Үшеуін Он Сақина лагеріне жеткізеді. Ол жерде Венву өзінің сүйіктісі Ин Лидің әлі тірі екенін, және Талло ауылында қамауда отырғанын айтады. Екі алқаның көмегімен ол су картасын іске қосады. Ол ауылға кіретін жолды көрсетеді. Венву әйелін босатып, сосын оның ауылын өртеп жіберуді жоспарлайды. Ол өздерінің үйлену тойын, Ин Лидің жүкті кезін, балалардың ойынын, және олардың қандай бақытты болғанын еске алады. Шон мен Сялин әкелері қайғыдан ақылынан адасқан деп санайды. Бұған көңілі толмаған Венву өз балаларын қамауға алады. Олармен бірге қамауда Тревор есімді бұрынғы актерда отырады. Оны кезінде өзін Венвумын деп таныстырған үшін Он Сақина ұйымы тұтқындаған екен. Бұл адам кейіпкерлерге қамаудан қашып шығуға көмектеседі. Бірақ ол үшін қайтадан көптеген жаулармен шайқасып, қабырғаларды қиратып, көлік ұрлауға тура келеді. Моррис есімді сиқырлы Хундун жануарының көмегімен Шон, Сялин және Кейти тұрғындарды қауіп туралы ескерту үшін Талло ауылына аттанады. Морристің нұсқауларының арқасында ғана кейіпкерлер сиқырлы орман мен үлкен сарқырамадан өте алады. Ол жақтан олар кәдімгі жануарларға ұқсайтын көптеген таңғажайып сиқырлы аңдарды көреді. Талло ауылында оларды жергілікті тұрғындар мен Ин Нань есімді әйел қарсы алады. Ол олардың туған нағашы апайы. Ин Нань жастарға Таллоның тарихын айтып береді. Мыңдаған жылдар бұрын ауылға жандарды жұтатын қараңғылық тұрғыны шабуыл жасаған екен. Адамдардың өмірін ұлы қорғаушы Айдахар құтқарып қалды. Ол қараңғылық тұрғынын және оның қызметшілерін қараңғы қақпаның артындағы тауға қамауға көмектесті. Ин Наньның айтуынша, қазір бұл қараңғы рух Венвудың санасына әсер етіп, оны сүйіктісі Ин Лидің әлі тірі екеніне сендіруде. Қараңғылық тұрғыны Венвудың өз сақиналары арқылы қараңғы қақпаны бұзып, оны босатып алғанын қалайды. Ауыл тұрғындары Шан Чи, Сялин және Кейти шайқасқа дайындалып жатыр. Әкесі оған төбелесуге үнемі тыйым салғандықтан, Сялин ерлер мен әйелдердің тең дәрежеде жаттығып жатқанын қызғанышпен бақылайды. Нағашы апайы қызға жаңа өнерді, қамшымен жұмыс істеуді меңгеруді ұсынады. Кейти садақ атуды үйреніп жатыр, және бұл оның қолынан жақсы келеді. Ал Шон апайынан анасы меңгерген сиқырлы әдісті үйретуді сұрайды. Ол өз күшін толықтай басқаруды үйренуі керек. Бірақ уақыт өте аз, Шон жанталаса анасының сабақтарын есіне алады. Дәл осы кезде біз Ин Лиге шын мәнінде не болғанын білеміз. Сөйтсек, оған Он Сақинаның ескі жаулары темір топ шабуыл жасаған екен. Бір топ адам әйелді өз балаларының көзінше өлтіріп кеткен. Әйел үшін кек алу мақсатында Венву қайтадан өзінің Он Сақинасын тағып, кішкентай Шан Чиді осының бәрін бақылауға мәжбүрлей отырып, өз жауларын қатыгездікпен жазалайды. Міне, алда шешуші шайқас. Барлық ауыл тұрғындары шайқасқа дайындалып жатыр. Өздеріне және сиқырлы аңдарға сауыт кигізіп, қару-жарақтарын сайлап, қорғаныс жоспарын ойластыруда. Венву мен оның Он Сақина тобы ауылға келіп, қараңғылық тұрғынның рухы қамалған жартасқа өтуге рұқсат беруді талап етеді. Бірақ оны ішке кіргізбейді. Сөйтіп қатыгез шайқас басталады. Шан Чи, Сялин және барлық тұрғындар өз ауылы үшін ерлікпен шайқасады. Бірақ Венвудың өзі шайқасқа қатыспай, тікелей әйелі жерленген жерге қарай бет алады. Шан Чи оның соңынан ереді. Осылайша әкесі мен баласының арасында төбелес басталады. Он Сақинасы бар Венву өте құдіретті. Сондықтан Шан Чидің барлық шабуылдарына тойтарыс беріп, өте күшті соққымен ұлын көлге лақтырып жібереді. Венву өз сақиналарының көмегімен қараңғы қақпаны бұзады. Сөйтіп қараңғылық тұрғынының қызметшілері бостандыққа шығады. Бұл ежелгі зұлымдықты тоқтату үшін ауыл тұрғындары мен Он Сақина мүшелері күштерін біріктіріп, адамдар қараңғы күштермен шайқасады. Ұлы қорғаушы Айдахар Шан Чиді оятып, оны судан көтеріп шығарады. Жігіт қайтадан әкесімен шайқасады, бірақ бұл жолы ол оны жеңеді. Сол кезде жан жұтушылар қараңғылық тұрғынын қамаудан толығымен босатып алады.
Венву өз жанын құрбан етіп, Шанчиді құтқарып қалады және оған өз сақиналарын береді. Ұлы қорғаушы қараңғылық тұрғынына шабуыл жасайды. Алайда ол оны ұстап алып, оның жанын сора бастайды. Кейти садағынан оқ атып, басты жаудың тамағына дәл тигізеді, қорғаушыны құтқарып қалады. Шанчи ұлы қорғаушы мен Сялиннің көмегімен әкесінің 10 сақинасын пайдалана отырып, қараңғылық тұрғынын бөлшектеп тастайды. Шанчи мен Кейти Сан-Францискоға оралады. Ол жақта олар достарына өз бастарынан өткен оқиғалар туралы айтып береді. Бірақ олар әрине бұған сенбейді. Осы сәтте портал ашылып, Вонг шебер пайда болады. Ол Шанчи мен Кейтиді өзімен бірге мистикалық өнер шеберлерінің 3 ғибадатханасының бірі Санктумға алып кетеді. Біз Сялиннің 10 сақина ұйымының жаңа көшбасшысына айналғанын білеміз. Ал сақиналардың өзі ғарышқа жұмбақ сигнал жіберіп жатады, және бұл технологияны өте ұзақ зерттеу керек болады. Осымен Шанчи мен Кейти айналысатын болады. Біздің шолу ұнады ма? Онда сізден лайк, пікір және арнаға тіркелу күтеміз. Ал біз сіздерге жаңа видео жасауға асығайық.